Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport жаңалықтар videoni бастамас burun arnaga tirkelib videoga like bosuvni unutmangizlar. Golovkinda jenggen Canelo ringga qachon chiqatini aytdi. Meksikalik Saul Canelo Alvarez ringga qachon o'ralatini aytdi deb xabarlaydi chempionat. 18-qirkuyek Las Vegasda Canelo Qozog'istonlik Gennadiy Golovkinda jengib, ikkinchi o'rta salmoqda WBA Super, WBO, WBS ya'ni IBF belbevlarida qo'rg'ab qoldi. Darigir pishog'i tiygan o'rin iqtidori жазылады. Қалыпқа келу жақсы өтіп жатыр. Сондықтан бұл мені қатты кешіктіреді деп ойламаймын. Мен үнемі мамыр мен қыркүйекте айқасамын. Енді мамырға дейін боламын деген ойдамын, дейді Канело. Сабақ болды. Бапкер Алимхан ұлының құрдымға кетері жаздыған себебін ашық айтты. Америкалық бапкер Бадди Макрит Қазақстандық Жанебек Алимхан ұлының британиялық Дензел Бентлимен өткен жекпе-жегіне қатысты пікірін білдірді деп хабарлайды. 13 қараша Лас Вегаста өткен бокс кешенінде 29 жастағы қазақстандық алғашқы рет орта салмақта WBO белбеуін қорғады. Алимхан ұлы көңілді қалдырды. Жанебек ортанқол боксшыны әзір жеңгені айтылды. Жақсы сабақ алдық, 5 рет қатарына нокаутпен жеңгенде. Кез келген қарсыласын сұлтан деп ойлай бастайсың. Ол тек бір соққымен құлатайын деп сәтін күтіп отыр екен. Тыңдаңыз, ол әлем чемпионы, қазірде айтамыз. Алимхан ұлы орта салмақтағы ең мықты боксшы. Ол жасау керегін жасады, титулын қорғап қалды, дейді бапкер. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Конкурс жариялап қоямыз, барын айтатын боламыз. Баршаға сәттілік. Сіздермен спорт жаңалықтары болды.